Ассалаумалейкум, құрметті достар, ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Сіздер AVExpress YouTube каналындасыздар. Және де бұл каналда біз түрлі заттарға AliExpress'тен тапсырыс беріп, соларға шолу жасайтын боламыз. Және де бүгінгі ең алғашқы видеода біз не нәрсеге шолу жасаймыз? Яғни менің YN300 Air Pro LED Video Light деген менің яғни жарық беретін аппаратым. Осы аппаратқа мен қуаттандырғышпен батарея тапсырыс берген болатынмын. Осыларды ашып, қазір міне түртілмеген, ешқандай да міне көрсетті, түртілмеген, ашылмаған. Мен қазір ашам, сіздермен бірге тексеретін болам. Тапсырыс беруім себебі қуаттандырғышы күйіп кеткен болатын. Бұлай айтқанда 3 айдан бері тұр, жұмыс істемейді. Сол себептен қуаттандырғышпен батарея тапсырыс беріп көрейін дедім. Батареяның аты AliExpress сайтынан тапсырыс бердім. Яғни MP-F960, міне. 2 разъемы бар қуаттандырғыш, MP-F960-тан бастап 970, 930 барлығына сәйкес келеді. Және де соған байланысты, мінекей осыған байланысты бір түйір батарея тапсырыс бердік. Қазір көрейік, көздеріңізше ашатын боламыз. Бұны мен қателеспесем, қай кезде тапсырыс бердім қазір. Мен бұны қараша айының 13-не тапсырыс берген болатынмын. Мінекей бүгін жаңа жылға бар болғаны 2-ақ күн қалды. 1,5 ай уақыт маған келді. Көрейік. Көріп тұр ғой? Өзінің губкаларымен селкілдеген кезде зақым тимес үшін. Осы қытайлар сыйдырмайтын жерге зат сыйдырады бар. Мынау біріншісі қуаттандырғыш. Бұл яғни USB қуаттандырғыш болып табылады. Мен әдейі ыңғайлы болу үшін USB таңдаған болатынмын. Көргендей Type-C емес, өкінішке орай, мен ұялы телефондарым барлығы Type-C. Мынау кәдімгі Android-тың ең алғашқы түп нұсқасының USB порталы. Мақұл. Бұл бір. Екінші батареяны көрейік. Кешіріңіздер. Ондай болады. Ең алғашқы видео әрине кішкене қобалжу бар. Ал сәйкес келе ме екен көрейік. Так. О, кірді. Достар, тадам! Мінекей, батарея ұрып тұр, көріңіздер, жарықты. Мен бетімді араңыздар. Қуат деген ұрып тұр, мінекей. 99, өстіп бұрауға болады. Төмендетіп. 0 осындай. 0 осындай. Жай көй 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Газ сары түс жанып тұр, көріңіздер. Газ сары түс жанып тұр. Енді бірыңғай ақ түс. Тамаша, достар, тамаша. Батарея бізде жақсы жұмыс істеп тұр. Енді осы батарея алайық. Осы батарея мына жерге сәйкес келе ме екен? Кеп тұр. Керемет. Ал енді қазір 1 минут. Мен оны ойластырмаппын. Мен қазір мына жерден кетуге мәжбүр болам. Мынау істеп тұрма, істеп тұрған жоқ па? Соны сіздерге көрсетем. Құрметті достар, көріп тұрғандай батарея да істеп тұр, қуаттандырғыш та істеп тұр. Мен өте қатты қуанудамын. Себебі 3-4 ай бойы босқа жұмыс істемей тұрған LED аппаратым бүгіннен бастап өзінің қызметін бастайды. Енді барлығыңызда сұрақ туындауы мүмкін. Қанша теңге болды деп? Енді қараңыздар, мынау қуаттандырғыш менде ең қымбатына тапсырыс бердім. Ең қымбаты 687 рубль.
Ал мына батареяны ең қымбатына тапсырыс бердім. Менде негізі арзандары бар түгіл, 200-250 рубль. Оларға тапсырыс бердім, біреуі бір 3-4 айдан кейін істемей алды. Өзінен өзі білмеймін не екенін, бәлкім күйіп кетті ма, бәлкім құлатып алдым ба, білмеймін. Сол себептен ең қымбаты, яғни 952 рубль. 952 рубль соған тапсырыс бердім. Келуі бар, сол жақтан жіберуі бар, барлығының бағасы 1606 рубль болды. Енді осыны теңгеге көбейтіңіздер. 9925 теңге. Бұл айтқанда 10.000 теңге болды. 10.000 теңгеге менің ойымша өте жақсы. Арзандар да бар, айтайын. Бостан 3-4 есе арзандар да бар. Бірақ мен қымбатын тапсырыс бердім. Көріп тұрғандай сапасы барлығы жақсы. Барлығы істеп тұр. Айта кетейін, бұл каналдың ешқандай демеушілігі жоқ. Ешқандай да AliExpress маған демеушілік етпейді. Бұл шын көңілден мен өзім AliExpress'тен бұдан бөлек барлығын негізі AliExpress'тен тапсырыс берген, мына чехол барлығын. Бірақ мен соны видео түсірмеймін да, құрбысқа келіп жатыр. Мен көп тапсырыс беретіндердің бірімін, AliExpress, себебі ол жақта электроника көп. Сол себептен канал ашайын деп шештім. Пайдасы да тиеді деп ойлаймын. Бостан-босқа заттар келмесін деп, сіздерге де көрсетейін деп. Міндетті түрде арнаға тіркеліңіздер. AliExpress. Және де лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Қатты қуанышты боламын. Сіздермен бірге болған мен Адикус. Келесі кездескенше.